Ассалаумағалейкум барша халыққа. Бүгін хаттағы қиналғаннан кейін амалымыз болмағаннан кейін сіздерге жазып отырмыз. Бүгін бізді квартирамыздан шығарып жатыр еді. Мен жалғызбасты әкемнің 6 балам бар, 4-еуі, екеуі ұйықтап жатыр. Квартирамыздың ақшасын төлемей қиналып, содан кейін жазып отырмыз. Ешқандай пособие ештеңе алып жатқан жоқпыз. Сотты күтіп отырмыз, ажырасуға. Ажырасып бәрі біткеннен кейін алла бұйыртса бәрі өзімізге пособие бәрін өзіміз аламыз. Сол Аллах разы болсын, бір ұшып қуыштарыңыз беріп жіберсеңіздер, бүгін квартирадан босат деп шығарып отыр бізді. Енді 2 айдың квартираның ақшасы коммуслыганы 2 айдан төлей алмай қалдық. Айына 35 мың теңге аламын. Сол қолдарыңыздан келсе Аллах разы болсын, қуыштарыңызды беріп көмектесіп жіберсеңіздер. Қазір 300 мыңнан асатындай кішкене қарыз болып келедік. Осыдан өтіп алсақ, алла бұйыртып сотымыздың бәрі бітсе, ары қарай ешкімге қол ұшын созбаймыз. Өтірік не қылып жатқан жоқпыз. 6 балам бар, өзім инвалидпін, сол балам жоқ. Каспиіміз міне мынаны берді, өзімізде Каспий жоқ. Бір кісі осы кісіден попросить етіп, осы кісіге Каспийный салуларыңызды сұрап отырмыз. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Алладан қайтсын көмектеріңіз.